Қазақстан Даму банкі Жайрем тау-кен байыту комбинатының құрылысын қаржыландыратын болды. Казцинк серіктестігіне тиесілі кәсіпорынға инвестиция салу индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында жүзеге аспақ. Тиісті несиелік келісімге тараптар Астанада қол қойды. Несие құны 33 миллиард теңгені құрайды. Айта кетейік, Қарағанды облысындағы Жайрем кен байыту комбинатының қуаттылығы жылына 5 миллион тонна полиметалл кенін қайта өңдеуге шақталған. Қазақстан Даму банкі 33 миллиард теңгені 7 жылға беріп отыр. Ал тау-кен байыту комбинаты құрылысының жалпы құны 424 миллион долларды құрайды. Компанияның қаржылық есебіне қарасақ, оларда ақша ағыны тұрақты. Сондықтан өздері де үнемі қаржылай қатысады. Кәсіпорын үлкен көлемде өз қаражаты есебінен жұмыс істей алады. Біз несиені теңгемен ұсындық. Бұл да қарыз алушыларды қызықтырды. Болат Жәмішевтің айтуынша, екінші деңгейлі банктер өңдеуші кәсіпорындарға ұзақ мерзімді несие беруге аса құлық таныта бермейді. Сондықтан біздің саладағы несиелеріміз елдегі бүкіл банк жүйесінің қатысу көлемінен асып түседі деді төраға. Қазақстан Даму банкінің қоржыны 1,5 триллион теңгені құраса, оның 85% өңдеуші саладағы өнеркәсіптің жобаларын қаржыландырады. Биыл өндіріс көлемі 150 мың тонна қорғасын, ал келесі жылы 180 мың тонна жоспарлап отырмыз. Бұл рекордтық көрсеткіш. Өйткені қорғасын зауытында өндірістің қуаттылығы 165 мың. Мырыш бойынша қуаттылығымыз 295 мың тонна, ал біз 302-305 мың тонна өндіреміз. Биыл 320 мың тонна шығарамыз ба деп отырмыз. Казцинк басшылығы Жайрем тау-кен байыту комбинаты іске қосылса, жыл сайын шамамен 130 мың тонна мырыш, 60 мың тоннадай қорғасын және 25 тонна күміс аламыз деп есептеп отыр. Жобаға қажетті қаржының бір бөлігін Қазақстанның екінші деңгейлі банктерінен алу көзделген, ал 50% өздері қаржыландырмақ. Айгүл Әдепбай, Тимур Еркетаев, Астана телеарнасы.